Сәлем достар! Бізде бәрі арнасына қош келдіңіздер. Достар, бүгін сіздердің көп күткен видеоларыңыз 24 сағат 1 түсте. Қандай түс таңдады деп ойлайсыздар? Күлгін түс таңдадым. Бірінші мен күлгін түсті киімімді киіп алуым керек. Достар, міне менің киімімнің барлығы күлгін түсті, тіпті тәпішкем де күлгін түсті. Сіздер үшін мен барлық күлгін киімдерімді киіп алдым. Достар, сіздерден өтінерім, менің 20% оқырмандарым мені подпискасыз көреді екен. Сіздер маған лайктарыңыз және подпискаларыңызды аяғыңыздар үшін өтінемін. Менің күміс батырыма қатты алғым келеді. Оған сіздер ғана көмектесе аласыздар. Мен сіздерге көптеген челленджер, видеолар, рум-тур, лайфхак не қалайсыздар, соның барлығын түсіремін. Тек маған подписка мен лайк жасаңыздаршы. Ал біздің күлгін түсті күніміз басталды. Достар, міне мен розовый киіммен қазір өзіме розовый тамақтар таңдауға барамын. Розовый не алсам екен? Чипсы! Енді мороженое қарап жүрміз. Таптым. Ура! Достар, мен мына жерде не іздеп жүр деп ойлайсыздар? Мен қазір борщқа қызанақ аламын. Ол қып-қызыл болады, бірақ мен оған майонез қосып оны күлгін қылып аламын. Достар, мен өзіме күшті жеміс тауып алдым. Коды 110. Достар, қараңыздар, мен не тауып алдым. Корм для кошек, мысықтарға арналған жем. Бірақ ең жаманы, менде мысық жоқ. Бірақ түсі маған қатты ұнап тұр. Ал енді мен өзіме су таңдаймын. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай бұл күлгін түсті емес, бірақ мына жері күлгін түсті. Себебі біз ешқандай суды таппадық күлгін түсті. Сол үшін осы да жарайды. Достар, мен тағы да жейтін бірдеме қарап жүрмін. Әйтеуір табылу керек розовый нәрсе бірдеме хотя бы. Вкусно, мама! Как раз менің видеома розовый. Болды, аламыз. Және мына жерде қара бір невидимка қыздарға арналған. Достар, енді мен мороженыймен қосып бір салқын бірдеме алғым келіп тұр. Және менің көзім сырокқа түсті, холодильникте тұрған. Қараңыздар, қандай көп. Егер менде басқа челлендж болса, мен осы сыроктардың бәрін алып кететін едім. Бірақ розовый. Сол үшін міне розовыйлар тоже бізде көп. Міне мынандайлар бар. Розовый, міне мына жерлерде розовый. Так что болады. Достар, мен бағанан бері Skittles таппай жүредім. Міне коробкасымен таптым. Және розовый таптым. Міне. Аламыз. Достар, біз үйге дейін шыдамай, біз мынаны жей берейін деп шештік. Check the mic and make sure it sound right, boys. Достар, енді мен мына дүкенге келдім. Қазір розовый бірнеме бар ма екен көрейік. Бірақ бұл бізге керек емес. Мынандай алайын десе, мен самолетпен ұшпаймын бәрібір.
Сковородка. Негізі бұл жердегі заттардың бәрі маған керек емес. It sound right, boys. Бутылка. Бірақ менде бутылка толып жатыр, сондықтан кеттік шығайық. Достар, мен жаңағы дүкеннен ештеңе таба алмадым, сондықтан мына дүкенге кірейік. It sound right, boys. It sound right, boy. Достар, жаңа өздеріңіз көргенде біз супермаркеттерден көптеген күлгін түсті тамақтарды, заттарды қарап, оларды алдық. Ал қазір біз үйге келдік. Және мен борщ дайындап қойдым. Қазір біз оған майонез қосып, оны күлгін қылдыруға тырысамыз. Күлгін болса екен. Себебі бүкіл челленджіміз зая кетеді. Оранжевый. Достар, мне жаңаға қарағанда ұқсап қалды. Менің ең жақсы көретін тамақ. Достар, мен борщымды жеп болдым, ал енді менде жүзім мен скитлсым ғана қалды. Қазір соны тойып жеп болдым. Достар, мен скитлсын тек күлгін түсін ғана жеймін, себебі челлендж тек күлгін түсін аталады. Мне күлгін түсі жеп болғандар көп. Достар, өздеріңіз көргендей, мен күлгін түсте шынымен де 24 сағат болдым. Қараңыздар, мен уже жадасып кеттім, қандай түсте мен өмір сүріп жүргенімді. Бірақ сіздерге ұнаған деген ойдамын. Мен күміс батырманы қатты алғым келеді. Оны сіздер ғана орындай аласыздар. Тек қана подписаться ету керек және лайк басу керек. Сол кезде сіздер менің арманымды орындайсыздар. Оны тек қана сіздер орындай аласыздар. Ал егер ұнаса тағы да лайк басып подписаться етіңіздер. Олай болса, қош сау болыңыздар.